Salam jiki walk. Lay lay mening aynalı korsan Faydan gara kimisi faydan Geçarman bir kaypam Kara wine Ağanın müzik Sağlık jatayın Ağanın müzik Sürgün sol arasında yek. Assalamu alaikum armысыздар, ардақты ағайындар. Мінеки Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базарына көліктерді түсіруге келіп отырмыз. Бүгін 5-ші ақпан 2023 жыл көрермендер. Мінеки бірден түсіруімізді бастап кетейік. Subaru дейді, Suzuki Grand автокөлігі 98 жылғы. 2-де 4 деген қозғалтқыш күші. Мінеки белгісімен шиетіс кроссовер сатылып жатыр базардағы. Қазақстандық тіркеу автомат беріс қорабы 3 миллион 200 мың теңге. Бағасы 3 миллион 200 мың теңге. Көрермендер телефоны 877 264 87 86 телефонына хабарласуға болады. Ағайындар. Қасындағы ВАЗ автокөлігі, мінеки бамперді көріп отырсыздар. Алдыңғы базарда да түсіргенбіз, осы базарда да келіп отыр. Ұялы телефоны 872 883 2010 қайталап айтамыз 98 жылғы 1-де 6 көрінісі. Түсі көп. Көп. Қандай көліктер бар? Бүгін көлік базарында қағазға жазылған ақпараттарды түсіріп кетейік. 21 Мінеки 15 дейді, 015 ВАЗ 2012 жылы шығарылған. Түсі күміс, механика 1 миллион 900 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8703 2070 мінеки. Көрейік бүгінгі базардағы бағаны. Мынау Nexia-ны көріп кетейік, сатына жасып кеткен екен. 2014 жылы шығарылған 2,5 миллион 1-де 5 дейді мінеки. Көрінісі. Ортасында решеткісі ерекше екен. Бит беріп тұр. Барлық комплектация сияқты секілді, бал доңғалағы қысқа. Ұялы телефоны 872 320 24 97. Nexia қызығып жатсаңыздар, көрермендер. Opel автокөлігі мінеки көрінісі керемет екен бұның да. Жалпы жағдайы көз тартарлық. 1 миллион 600 мың теңге дейді бағасы. Ұялы телефоны 8775 144 03 01 94 жылғы шығарылған 2 қозғалтқыш күші. Қағазға жазылған мәлімет осы. Отын түрі бензин. Механика екен ағайындар. Келесі Opel'ді көріп кетейік. 90 жалпы 3 Opel, 2 Opel, 1 Audi бар екен мұнаның егесінде. Жасып өткен екен. Audi 88 жылғы шығарылған 500 мың теңге. 1-де 8 Opel 92 450 мың теңге. 1-де 8 тағы 90 жылғы Opel бар екен 750 мың теңге. 1-де 6 арзан көлік іздесеңіздер мінеки 500 мың, 450 мың, 750 мың теңгелік көліктер бар екен. Егесі ме? Сіз ба? Телефонды айтып өтсеңіз? 875 329 1560. 1560, я? Мына қанша маусы? 750. 750? 750 мың теңге ағайындар маусы. Hyundai іздеген жамағат болатын болса, міне түсі ақ 2015 жылы шығарған 1-де 6 автомат дейді. Көрінісі жақсы. Дискісі титановый. 5 миллион 500 мың теңге дейді. 871 087 0087 Hyundai іздеп жатсаңыздар. Арзан көлік іздеп жатсаңыздар, мінеки ВАЗ дейді. 0621 2002 жылғы шығарылған 1-де 6 механика дейді. 950 мың теңге ағайындар. Ұялы телефоны 747 874 82 25. Қызығып жатсаңыздар, көріңіздер. Қандай канал? Mercedes 124 93 жылғы 2-де 8 автомат екен. 1 миллион 900 мың теңге ағайындар мінеки.
1.900.000 теңге Mercedes іздеп жатсаңыздар 8775 657 6189 ұялы телефон хабарласуға болады. Міне 21-15 ағайындар. Жағдайы жылып тұр, жүректі. 2012 жылы шығарған 1.5 механика дейді. Газ, бензин, отын түрі 2.600.000 теңге бағасы. Ұялы телефонға 8707 171 95 90 ұялы телефонға хабарласуға болады. Дискісі титановый, бампері, тіркеу Қазақстандікі. Түсі қара. Нива автокөлігі тіркеу Қазақстандікі, мінекей. Түсі ақ. Бүгінгі базарға келген, алдыңғы темір решеткалар керемет екен. Дискісі титановый. Жалпы көрінісі жақсы екен. Осында Нива іздеп жатсаңыздар, ағайындар келіп саудасын жасауға болады. Салоны, состояниясы, жағдайы дейді қазақшалап. Жақсы екен. Ақпарат жазған қағазда 2017 жылы шығарылған 4,5 миллион теңге бағасы. Ұялы телефоны 8775 860 66 39 хабарласуға болады. Механика автоматы, отын түрі, бензин, газ екен ағайындар. Газ бар екен. Жалпы көрінісі осындай. Мінекей көрермендер Түркістан қаласында блогерлердің қатар саны көбейіп жатыр. Менің көрермендерім арасынан айта кеткен жөн көріп отырмын. Түркістан қаласында Базар KZ YouTube арнасы жұмыс жасап жатыр. Осы арнаға тіркеліп кетсеңіздер құба-құп болатын еді. Бұл арна Мал базар Түркістан қаласында автокөлік базарын түсіреді деген. Қолдау көрсетейік. Бұл арнаға да достарыңызға таратып жіберулеріңізді сұранамыз ағайындар. Базар KZ арнасына тіркеліп кетіңіздер, лайк басып қойыңыздар. Келесі көлік 2001 жылы шығарылған 5 ступка дейді коробка. Ходовой, передний дейді, 100% дейді, страховка жалпы жарнамасын жақсылап көрсеткен 580.000 теңге дейді бағасы мінекей ағайындар. ВАЗ, ресейлік тіркеуде 580.000 теңге. Егесі кім екен? Сіз ба? Телефон айта аласыз ба? Телефон айтпап, бірақ ақпарат үшін айта кетейік. 580.000 бағасы. Ауди бар. Моторларын ашып қойған. Радиатор шетінде екен. Бұның бағасы қанша? Бартері бар дейді. 90 жылға шығарған 2/3 1 миллион теңге бағасы. Ұялы телефонына 8776 125 25 24 ұялы телефонына хабарласуға болады. Түркістанда көліктердің саны, көліктердің қарасы да көбейіп жатыр мінекей ағайындар. Және блогерлер де көбейіп жатыр. Әрине барлығының қызметі блогерлердің халыққа дұрыс ақпарат жеткізу, алыстағы ағайындарға осы көліктердің бағасын, жалпы шығарып жатқан дүниелерді жақындатып көрсетуге ағайындар. Сол үшін біздің арнаға да лайк басып қолдау көрсетулеріңізді әрине сұранамыз. Мінекей ВАЗ автокөлігі 2013 жылы шығарылған 1.950.000 теңге дейді бағасы. Телефонын сұрап тұрайық. Телефон айтып жібересіз ба? 747 979 96 97 96 97 мінекей. Қалған мәліметті айтылған ұялы телефоннан сұрап біле аласыздар. Доңғалағы қысқы екен, ресейлік тіркеудегі көлік. Айта беріңіз, бұның мінездемесі қалай? Жылы қандай деген сияқты? Жылы 2005, 1/6, кондер, полный люкс. Бағасы қанша деп осы? Бағасы 870 деп тұр. 870, келісім бар. Келісім бағасы бар. Енді келсем деген адамдарға бір телефоныңызды айтып берсеңіз, ұялы телефон. 707 204 0201. 0201. Барлық жағдайымен дейді, артық жұмыстарды қажет етпейді, дұрыс қой? Мінекей ресейлік тіркеуде қызығып жатсаңыздар хабарласуға болады. Бұл негізі аударылады ғой, Аударылады. Аударуға болады дейді көрермендер. Келіп саудасын жасап, аударып алуларыңызға болады. Volkswagen жүк таситын
көлік базарға келіп жүр. 98 жылы шығарылған механика беріліс қорабы 4,5 миллион теңге бағасы. Келісім бағасы бар. 2,9 қозғалты күші. Ұялы телефоны 8771 208 83 83 2,9 2,9 қой бұны объемы. Қозғалыс күші 2,9 дейді. Механика. Арты ашық па? Ашық көрсек. Артын бір тек көрейік ағайындар. Бұндай көлікке де қызығушылық танытып жатқан адамдар бар. Мінеки артқа зат тасуға бар. Жүк көлігі. Құжатында фургон деп көрсетілген ғой. Фургон деп көрсетілген құжат. Мінеки ағайындар. Түсі көк. Артын көтерген, дайындалған көлік ағайындар. Мінеки айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады. Тиконы түсіріп кетейік. Тико. Базарға Тико да кепті. Ассалаумағалейкум. Қайсыз? Тиконың жағдайы сұрайық дейік. Жағдайы жақсы. Жылы қандай бұл жылы? 96. Магнитофон өшіріп тұрасыз ба? 96 жылы, иә? Иә, корейский сборка. Корейский. Объем қандай болады? 0,8. 0,8 болады бұл, иә? 3 цилиндр. 3 цилиндр. Қанша деп отырсыз бағасы? 850 мың теңге деп жатырмын, кемі бар. Келісім бағасы бар, 850 мың теңге. Телефонды айтып жіберсеңіз? 776 374 83 83. 83. Мінекей, айналдыра бір түсіріп кетейік. Тиконың да көлік базарына келетін жағдайы бар екен, мінекей, көріңіздер. Телефон айтып кеттік, хабарласуға болады Тико. Құрметті көрермендер, Кептер базарды іздеп жүрсеңіздер Түркістан қаласында. Осы әр жексенбіде Алтынбұлақ көлік базарының ішінде сатылып жатыр. Honda автокөлігі Одиссей 2010 жылы шығарған 3/5 минивэн дейді. Şu ақ екен. 8 миллион 800 мың теңге бағасы. Ұялы телефоны 875 434 25 ағайындар. Өзінің бояуы дейді. Заводтық бояуы, ешқандай артық шпаклевка бояу бетіне түспеген екен көлік. Жағдайын көрдіңіздер. Дискісі титановый, доңғалағы қысқы. Мінекей, іші салоны таза. Одиссейге қызығып жатсаңыздар, керек етсе ұялы телефон айтып кетіп хабарласуға болады. Міне көрермендер, осымен біздің түсіріліміміз тамамдалды. Міне көздеріңіз көргенде көлік базарда көліктердің қарасы өте көп. Бұл көлік базар аптаның жексенбісінде Түркістан қаласында. Әрине есігін айқара ашады клиенттер үшін. Өздеріңіз көріп отырсыздар, міне адамның қарасы да өте көп. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.